Дұшпандардың миғражды сынауы. Пайғамбар миғраждан келген соң қағбаның жанында жұрттың бәрін жинап, көрген білген оқиғасын айтты. Дұшпандары мына әңгімені естігенде есі кете қуанды. Мұхаммедтің есі ауысқан, Исалаң екені енді анық болды. Бұдан кейін айтқанын екі етпейтін ана Әубәкірі де пайғамбарсымағын тәуіпке қарататын шығар деп шуласты. Олар Әубәкірді ортаға салып, «Әй Әубәкір, Құдыс пен Меккенің арасы қанша күндік жол?» деді. «Түйемен жүрсе бір айшылық. Солай ма? Сенің ана Мұхаммедтің жалаң аяқ, жалаң бас бір түнде Құдысқа жетіпті. Онымен қоймай 7 қат көкті кесіп өтіп, Алланың өзімен дидарласып қонақта болыпты. Бұған не дейсің? Осы сау адамның сөзі ме? Өзі солай деді ме? Иә, айтпағанды айтты деп, көрмегенді көрді деп жала жабатын бізді жәһіл деп пе едің? Жұрттың бәрін қағбаға жинап алып, жария түрде өзі айтып отыр». Пайғамбар айтса рас айтады. Менің жүрегімде қылдайда күмән жоқ. Ол бір түнде емес, бір мезетте барса да әбден мүмкін. Оның Алласы сондай күшті. Бір Меккеге бір жынды аз ет, енді екеу болдыңдар. Қотыр атқа соқыр ат жарасып қалды. Кім қотыр, кім соқыр, оны уақыт көрсетеді. Ал сендерге біздің жындылықты түсіну әлі ерте. Құдай көкіректеріңді ашсын. Бәріңе сондай ұлық дәреже тілеймін, деді Сыдық. Біз мұны адам деп айтып тұрсақ, сөйлеп тұрған сөзінің түрін қара. Керек еді бізге сол сиқыршының дәрежесі, деді де дабырласып қайтып кетті. Олар енді Мұхаммедті ортаға алды. Оған: «Елді уахимен жынды қылғаның аз ет. Жаңадан ойлап тапқан миғраж ертегің құтты болсын» деп кекетті. Сол кезде пайғамбар: «Бауырлар, мен ол жақта сендерді өте қиын халде көрдім. Меніңше бұл Алланың бұйрығы емес, алдын ала ескерткені. Райларыңнан қайтыңдар. Әділдік пен мейірім махаббатқа оралайық. Бәріміз бауырмыз. Осы жасқа дейін менің бір рет өтірік айтқанымды естідіңдер ме? Осыған дейін мен біреуіңді алдап едім. Миғражға барғаным рас», деді. Надандар пайғамбардың жылы жүрекпен айтқан сөзіне жібіп қалды. «Жарайды, барсаң барған шығарсың. Құдайлар не істемейді? Құдайлар емес, бір Құдай деп сөйлеңдер. Ендігі жаратушы құдіретті бір деп танитын уақыттарың болды. Көп Құдай деп қасарса беру бәрімізді алауыз қылады. Бірлікпен тірлік қылайық, бауырлар. Жарайды, біз уағыз тыңдауға келген жоқпыз. Нақты сұрағымыз бар. Сұраңдар. Біздің арамызда Құдыста болған саудагерлер баршылық. Әл-Ақсаны олар да көрген. Сен енді мықты болсаң, Әл-Ақсаның сыртқы түргел бетін, айналасында не бар не жоғын айна қатесіз баяндап бер. Сыннан сүрінбесең, Аллаңды мойындайық», деді. Олар расында да пайғамбарды жіңішке жерден ұстады. Себебі пайғамбар түнде барғандықтан Әл-Ақсаның айналасын көрген жоқ. Қырсыққанда залымдар Әл-Ақсаның ішін емес, сыртын сұрап тұр. Бір сәт үнсіздік орнады. Үнсіздік созылған сайын олар бір-біріне қарап жымиып, ұсталды дегендей ишара жасасып, бір желпініп қалды. Кенет Жебірейіл қарсы алдына келіп қонды. Жүрегі соқыр надандар оны байқамады. Періште ғайыптан бір терезе ашты. Ол жерде Әл-Ақсаның сыртындағы әрбір ою өрнегі мен маңайындағы өсіп тұрған ағаш, гүлдерге дейін анық көрініп тұрды. Пайғамбар терезеге қарап отырып, шетінен суреттеп кете берді. Жебірейіл Әл-Ақсаның ең соңғы түйір тасы сипатталып болғанша тапжылмай отыра берді. Келгендер айтарға уәж таба алмай жер боп отырып қалды. Біреу тұрып: «Сен де талай керуенге ерген адамсың. Жас кезіңде Құдысқа барған шығарсың. Тіптен болмаса сонда болған бір мүридіңнен сұрап алған шығарсың», деді өзеуреп. «Тағы не сұрайсыңдар? Бұлтартпас тағы бір дәлел келтір». Жолда құмды дауылға ұшыраған бір керуенді көрдім. Бір түйесі зорығып өлді. Оның жүгін басқаларға бөліп теңдеп жатқан. Сол керуен бүгін түс ауа осында жетеді. Тексеріп көріңдер», деді. Мұсылманы да басқасы да түс ауа керуеннің жолын шыдамсыздана күтіп тұрды. Ақыр олардың төбесі көрінді. Пайғамбардың айтқаны дәл келді. Дұшпандары бұл сиқыршыға дауа жоқ екен деп үйлеріне тарап кетті. Екі тарапқа да қосылмай, әліптің артын бағып жүрген талай жұрттың жүрегіне тағы да ақиқаттың ұрығы аздап болсын шашылды.